Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мінекей біз Копқа келдік. Көне орынға келдік. Кезінде осында соғыс болған дейді. Сонымен Гаррет Айспен іздеп жүрмін мен. Қазір осындай қазір находкалар болса сіздерге көрсететін боламын. 1 сағатта кездедім, дым шықпады, содан енді мына қараңыздар, не тауғанымды. Пышақтың басы. Мына аяқ пышақ, мына аяқ ана сапқа қаталайды. Сапқа кіріп тұратын мына жақ. Мына аяқ пышақ. Осындай темірден жасалған. Находка мынандай. Тереңнен шықты әжептәуір. Мынандай шеге. 4 пышты шеге. Просто мынандай басқаша екен. Мындай жақ 4 пышты. Бұрынғы шеге ол керек, ескі. Цветной металлға бұрды бұғанда. Не себеп? Енді темір ұрып отыр. Жаңа қазған кезде цветной ұрып атқан. Жалғастырамыз да, осы жақтарды қараймын қазір мен, мына жақтарды бәрін. Осы жерде киіз үй мөбірделер болған сияқты кезінде. Мен анау жерлерді қазып жатырмын ғой. Содан аяқтары кетіп, аяқтың бәрін көрдім. Бірінші жерде жоқ екен де, сөйтіп мына жерге келдім, аяқта мусор көп екен. Сигнал көп ұра берді. Одан келдім да. Қараңыздар. Находка. Мына жерін несі жүрдім. Мына жерін құртып алдым ойдым. Жалғастырамыз, тағы да находкалар болса, мына жақтарды тағы қарайтын болам. Бәрін, айналам бәрін көрсетейін сіздерге. Айдалада жүрмін, таудың ортасында. Бұрынғы үйлердің орындарында. Киіз үй оған бұрындар османдарда. Примерно. Сонымен жалғастырамыз. Қазір кезек находка. Я в шоке. Қараңыздар, мына жерді қаздым. Жақсы сақинаны анау жерден таптық қой. Келдім қараңыздар. Не шыққан? Мынау не деп ойлайсыздар? Древний монета ғой мынау. Медный де, мынандай жалпақ теп-тек суып кеткен. Күшті. Қараңыздаршы, монетос, мынандай деу монета. Бірақ түрі состояниесі жаман екен, шамалы түрі кетіп қапты да. Сонда да достар, бізде кезек сигнал. Және де қаздым мінекей находка. Не деп ойлайсыздар? Қазір көрсетем. Мынаның арасында. Мынау не деп ойлайсыздар мынау? Ё-моё, достар. Бізде очередной. Мындай, ортасынан не істелінген не екен жүзік? Ё-моё, очередной бізде. Печатка ма? Сондай. В общем, ана жақтан дым шықпады одан кейін. Қатты сигналдар болған жоқ. Сонымен былай кетіп қалдық. Мына жаққа ары қарай. Қазір ол жақтарды көреміз. Ар жақта қызық орындар бар ол жақта. Тауды арқылап кетіп баратырмыз. Асек X850 мен іздеп жүр. Артқа қарай қайтып баратырмыз. Металлосипедті іздеп жүрмін. Асек бір сақина таптым дейді. Барып көрейік.
Мынандай не үшін астын неге керек бар? Не екенін білсеңіздер, комментарийға жазып қойыңыздар. Мындай. Күшті. Мынаяқтарды іздеп жүрміз ана. Тауын ақтыңдар. Асек монета таптым дейді. Көрейік. Жаңа қоя сала аппаратты. Көрейік. Қытайша жазылған бұл өзі. Артында бірақ СССР-ның суреті бар. Енді не бар? Соң сіз өте Коп деп тұр ғой. Копейка емес, коп деген ғой. Кетеді. 41-ші жылғы. 1941. Соғыс басталған жылғы. Тұрса? Тізе жүрегім. Асек тағы монета таптым дейді. Көрейік. Өні кішкентай ғой. Тоже алып бастым. Фокус. Оны фокус көрсетпедім. 1 копейка. 65-ші жылы. Түскейін қарадық. Түстен кейін қайтып кеттік. Мінекей, мынау царский монета. Копейки, медный. Мына жерін мен күрекпен ұрып жердім. Байқамай. Осындай түрі көрінбейді. Жазулары көрінбейді. Так, бізде мынандай міне печатка. Сақина осындай. Мынау бізде міне күміс сақина болу керек. Осыларды жақында тазалап көрсем сіздерге келесі бір видеода. Бүкіл тапқан находкаларымды. Және де мынау TX850 металлоискателен табылғандар. Інімнің тапқандары олар. Мына 10 копейк. 1946 жылғы. Мынау бізде 20 копейк болу керек. 41 жылғы. Бірақ жазуы көрінбей тұр. Сосын мынау 1 копейк. 1965 жылғы. Сосын мынандай